Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін өсімдік және жануарлар жасушасының ерекшелігі туралы айтамыз. Бүгінгі бірінші сабағымыз, бірінші бөліміміз осы жасушалар туралы жалпы ұғым болады. Ал екінші сабақта өсімдік пен жануар жасушасын біз салыстыратын боламыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Сонымен жасуша дегеніміз не? Жасуша дегеніміз тіршіліктің құрылымдық қызметтік бірлігі. Неге құрылымдық? Себебі кез келген тірі ағза жасушадан тұрады, сондықтан құрылымдық. Ал неге қызметтік? Себебі әрбір жасушада тіршіліктің қасиеттері бар. Оларда зат алмасу жүреді, қоректену жүреді, бөліп шығару, көбею, тітіркену, тағы басқа тіршілікке қажетті барлық қасиеттер осы жасушада бар. Сондықтан ол құрылымдық және қызметтік бірлігі деп атаймыз. Жасуша деген терминді 1665 жылы Роберт Гук енгізген болатын. Жасушалар, бір жасушалы ағзалар, көп жасушалы ағзалар болады. Енді мынау тақтадағы суретке қарайық. Тақтадан біз қандай жасушаны көріп тұрмыз? Біз әрине жануар жасушасы емес, өсімдік жасушасын көріп тұрмыз. Неге? Себебі біз олардан пластидтерді, вакуольді көріп тұрмыз. Сондықтан бұл өсімдік жасушасының суреті. Енді өсімдік жасушасына қарап отырсақ, біз оның өсімдік жасушасы екенін қалай білдік? Бірінші, бұларда жасуша қабырғасы болады. Жасуша қабырғасы дегеніміз не? Жануар жасушасында жасуша қабырғасы жоқ, а бұларда жасуша қабырғасы болады. Жасуша қабырғасы өсімдіктерде, естеріңде болса, оның қаңқасын целлюлоза құрайтын, а оның матриксын гемицеллюлоза мен пектинді заттар құрайтын. Ендеше бұл өсімдік жасушасы, себеп бұларда жасуша қабырғасы бар. Міне балар, мынау тұрған жасуша қабырғасы. Жасуша қабырғасы. Ал жасуша қабырғасы неден тұратын еді? Өсімдіктерде жасуша қабырғасы ол целлюлозадан тұрады. Оның, былайша айтқанда, оның қаңқасы. Ал матриксы гемицеллюлоза және пектинді заттардан тұратын. Ал енді біздің өсімдік жасушасы екенін қалай білдік тағы да? Ол мына жердегі пластидтерге байланысты білдік. Мына жерде біз пластидтерді көріп тұрмыз, балар. Міне пластид. Бұл пластидтер үшке бөлінеді: хлоропласт, хромопласт, лейкопласт. Хлоропласттарда хлорофилл дәні бар. Осы хлорофилл дәндеріне байланысты ол жасыл болады. А хромопласттарда ксантофилл бар, каротин бар. Оларда түрлі түсті болады. А лейкопласттар ол түссіз, ол крахмалды қорға жинауға қатысады. Міне бұның өсімдік жасушасы, бұл сурет өсімдік жасушасы екенін біз содан білдік. Одан басқа бізде мынау өсімдік жасушасы екенін қайдан білдік? Ол мынау вакуольдан білдік. Мына жерден көрейік. Вакуоль. Балар, вакуольдар бұл өсімдік шырынына толы қуыс, вакуоль деген. Онда глюкоза, фруктоза, пигменттер, тағы басқа көптеген заттар жиналады. А вакуольдер мына жерде жас жасушаны көріп тұрмыз. А ескі жасушаларда вакуольдер бір-бірімен қосылады да үлкен бір вакуоль пайда болады. Сөйтіп ядроны ортадан шетке қарай ысырады. Ал мына жерде біз жас өсімдіктің жасушасын көріп тұрмыз. Ал енді бұлардың сыртында мембрана болады. А мембрана ол не істейді? Ол мембрана бұл сыртын оқшау, басқа жасушаларын оқшаулап тұрады. Осы мембрана
плазмалық мембрана ішкі жағын плазмалема дейді. Плазмалық мембрананың ішкі жағын плазмалема дейді. Ал ішкі бөлігін протопласт деп атайды. Сонда өсімдік жасушасының зат алмасуға қатысатын ішкі бөлігін протопласт деп айтады. Ұмытпаңдар, балалар. Осы протопластта негізінде оларда цитоплазма болады және органоидтарды болады. Мен бірінші органоидтарды бастап кеттім, себебі бізге бұл өсімдік жасушасы ма, немесе жануар жасушасы ма білуіміз шарт болды. Сонда жануар жасушасының міне ерекшеліктері осындай. Сонымен басқа бұл жерден біз нені көріп тұрмыз? Бұл цитоплазманы көріп тұрмыз. Цитоплазма ол гректің сөзінен алынған цитос дегеніміз жасуша, плазма деген сұйықтық. Жасушаның ішін толтырып тұратын сұйықтықты цитоплазма дейміз. Және балалар, цитоплазма үнемі қозғалыста болады. Олардың қозғалысы қаншалықты соғұрлым өте жақсы болса, жасуша соғұрлым өте белсенді болады. Және цитоплазмада органоидтар орналасады. Көзімізге ең бірінші түсетін ол ядро. Мынау ядро. Міне, бұл ядро. Ядро, мен бағана айттым, ескі жасушаларды шетке қарай ығысады, себебі ортасына таман вакуоль орналасады. Мынау бізде жасуша. Ядрода не бар? Ядрода хромосома бар. Және әрбір өсімдіктің өзінің хромосомасы бар. Олардың әрбір өсімдікте хромосома саны әртүрлі. Өзінің жеке хромосомалары болады. Ядрода хромосома не істейді? Бәріміз білеміз, олар тұқым қуалаушылық ақпаратты сақтайды, ұрпаққа береді. Ал мынау ядроның ішіндегі тығыз денешікті ядрошық деп атаймыз. Ядрошық деп атаймыз. Ал енді одан басқа мынау өсімдік жасушасына біз нені көріп тұрмыз? Өсімдік жасушасынан біз митохондрияны көріп тұрмыз. Міне, мынау митохондрия. Ал митохондрия неге жауап береді? Митохондрия ол бізде АТФ синтезі жүреді, энергетикалық станция. Одан басқа біз ядроның жанында қоршап жатқан, ядромен оның қызметі тікелей байланысты түйіршікті немесе бұтыр эндоплазмалық торды көріп тұрмыз. Мынау бізде түйіршікті эндоплазмалық тор. Ал мыналар ше? Бұлар тегіс эндоплазмалық торбалар. Ал мынау тұрған күрделі құрылым, міне, бұл Гольжи жиынтығы деп аталады. Гольжи жиынтығы. Қарындаш балар, біз өсімдік жасушасының органоидтарымен таныстық. Енді өсімдік жасушасы болсын, жануар жасушасы болсын, жасушаларда біршама қызметтер ұқсас болады. Ол қандай қызметтер? Жасушаның қандай қасиеттері бар? Мына жерге жазайық, жасушаның қасиеттері. Қасиеттер. Ол жасушаның қасиеттері қандай? Ол бірінші зат алмасу жүреді. Ал келесі қасиеті қандай деп ойлайсыңдар? Оның сезімталдылығы. Ал балар, оның үшінші қасиеті ол көбеюге қабілетті. Кез келген жасуша көбеюге қабілетті. Егер де жасуша көбеюге қабілетті болмаса, біздің организмде тіршілік, жер бетінде тіршілік болмайтын еді.
Сонда үшінші қасиеті көбеюге қабілет. Одан басқа зат алмасу, тітіркену, шығару, қоректену, тыныс алу, тағы да басқа көптеген қасиеті бар. Енді жасушада қандай қозғалыс түрлері болу керек, болу мүмкін? Жасушаның қозғалыс түрлері. Қандай қозғалуды білесіңдер балалар? Есімізге түсірейікші. Бірінші қозғалу, біз амебаны есімізге түсірейікші. Амеба қалай қозғалатын еді? Жалған аяқтары арқылы қозғалатын еді ғой. Естеріңде бар ма? Ол денесінің кез келген жерінен жалған аяқ шығаратын. Осы бірінші қозғалыстың түрін амебоидтер деп атайды. Бірінші қозғалыстың түрін не деп атайды екен? Амебоидтер сияқты қозғалады. Ол қандай жасушалар қозғалады? Естерінде болса, лейкоциттер. Лейкоциттер егерде бізде бөгдене енетін болса, жасушаға, ағзаға бөгдене енетін болса, лейкоциттер өздерінің жалған аяқтары арқылы тамырдан шығып, сол жерге қарай жиналатын еді ғой. Естерінде бар ма? Біз 8-ші сыныпта бұны өткенбіз. Сонда амебоидтер сияқты жалған аяқтармен қозғалатындар, олар лейкоциттер және макрофагтар. Екінші қозғалудың түрі балалар, ол қандай қозғалыстар деп отырсыңдар? Әрине, ол жылжығыштар, жылжып қозғалатындар. Бұл қозғалудың түрін жылжығыштар деп атайды. Олар фибробласттар осы жылжып қозғалады. Сондықтан қозғалудың екінші түрін жылжығыштар деп атайды. Ал үшінші түрі ше? Үшінші түрі, оны білесіңдер, ол талшықтар. Яғни талшықтылар. Талшықтылар естеріңде бар ма? Талшығымен қозғалатын ағзаларды бізде талшығымен десес бірден есімізге түседі, жасыл евглена, талшық евглена есімізге түседі. Ал білесіңдер ме, бізде адамда талшығымен қозғалатын сперматозоидтар. Сонда жасушаның қозғалыс түрлері балалар, біз қанша түрін ажыраттық. Бірінші амебоидтар, олар жалған аяқтарымен қозғалатындар, екінші жылжығыштар, үшінші талшықтылар, немесе талшығымен қозғалатындар. Енді жасушаның қандай бөліну жолы бар? Балалар білесіңдер ме? Біз жасушаның қасиеттерімен танысып жатырмыз, я? Жасушаның бөліну жолы бізде тікелей және тікелей емес. Есімізге түсірейік. Қалай ол тікелей және қандай жолдар бар? Тікелей емес, немесе тікелей дегеніміз, е? Бұл тікелей емес жасушаның бөліну жолы балар. Ол митоз және мейоз. Митоз есімізге түсірейік. Митоз дегеніміз не? Митоз дегеніміз дене жасушаларының бөліну жолы. Митоз. А мейоз дегеніміз жыныс жасушаларының бөліну жолы. Бұлар тікелей емес. А тікелей бөліну ол қайсысы? Аметоз. Есімізге түсірейікші. Қарапайымдыларды есімізге түсірейік. Амеба көлденеңінен екіге бөлінеді. Евглена тігінен екіге бөлінеді. Апалина қиғаш екіге бөлінеді. Ол тікелей екіге бөліну. Сонда тікелей аметоз тікелей емес, митоз және мейоз. Міне балар, бізде жасушалардың осындай қасиеттері бар екен. Бүгін біз немен таныстық? Біз өсімдік жасушасының құрылысымен таныстық, жасушаның бірнеше қасиеттерімен
таныстық. Сонымен бізге белгілі қандай? Бірінші, жасушаның ерекше қасиеттері, екінші, жасушаның қозғалыс түрлері, үшінші, жасушаның бөліну жолдары. Міне осымен біздің сабағымыз бітті. Мұқият тыңдағандарыңа көп рахмет. Сендерде сұрақ туындаған жоқ деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.